Барлықтарыңызға сәлем, бұл Дінмұхамед Рахат мырзамен сұхбат айдары. Рахат мырза, қош келдіңіз. Офиске қош келдіңіз дейсің ғой. Рахат мырза, мені біздің офисімізге қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы, керемет. Бүгін түнмен конференция болды, сонымен кешігіп, осы интервьюға кешігіп келіп отырмын. Сұхбатымызды жалғастырайық, өйткені біздің құрметті көрермендеріміз асыға күтіп отыр деп ойлаймын. Бүгінгі сұрақтар аса қатты ерекше болмаса да, Точно? Әрине күтіп отыр. Бүгінгі сұрақтар аса қатты ерекше болмаса да, бірақ ол сіздің өміріңізге байланысты болуы мүмкін, және де осы әрине Проспектус бизнес клубына да байланысты. Ең бірінші сұрайтын сұрағым, сіз бір ретте есімде айтқан болатынсыз, таксист болу ол кәсіпкерлік, бірақ бизнес емес деп. Осыны қалай түсіндіресіз? Сол сіздің өміріңізден алынған сөз ба, әлде сіз оны отырып бойыңыздан құрастыра салдыңыз ба? Жақсы сұрақ. Мен кезінде өзім мұнай саласында жұмыс жасадым. То есть мұнай саласы мамандығым, мұнай инженериясын оқыдым да. Бір уақыттары маған мұнай саласының вахтовый методикасы маған ұнамады. Вообще мен философия вообще сәйкес келмеді. Мысалға жарты уақыт мен вахтада жүрем, жарты уақыт қана жанұямды көре аламын да. Осы тәсіл маған ұнамады. Вообще бір ай жоқ болып кету, 2 апта жоқ болып кету деген бар ғой. Сол үшін мен бір күні уже әбден шаршаған кезде сол вахтада Алла Тағалаға дұға еттім. Осы жерден құтқара көр. Даже если қалада даже таксист болсам да, лучше мен таксист болайын. Бірақ мына жерде болмай қойын деген сияқты. Сондай бір ниет болды. Алла Тағала мен резко дұғамды қабыл етті. 3 айдан кейін испытательный сұрақтан өтпей. Өйткені, соответственно, өзің ұната алмағаннан кейін, естественно, сенің жұмысыңа әсер етеді, ол көрінеді. Қалаға келдім. Мен жолдасым әлі білмейді. Как раз ол кезде машина бар. Алғашқы сол кезде Camry 10 машинам бар алған. Ойыма келді, қалада мен свобода сездім. Прям болады ғой, бір қысылып, бір неде отырасың. Карантин кезінде бір сезім болған шығар, шыға алмай. Вот сол шығып, прям свобода чувствосы болды. Таза ауа, свобода. Ешқандай еш жерге, вахтаға барудың қажет жоқ. Жанұя қасында. Маған сол бақыт сезімі сол кезде сезілді. Сол кезде мен енді жұмыс жоқ, бір нәрсе істеу керек. Не істедім? Машина тұр. Сразу бастап таксовать етті. Бұл алғашқы кездер. Ақтау кезде бірақ такси 200 теңге. Такси 200 теңге. Любой точкаға 200 теңге. Қазір может 250-300 болған шығар. Бірақ в целом сондай рентабельность өте төмен. То есть кез келген кәсіпкердің, кез келген емес, бірақ көптеген кәсіпкердің басынан өткен болуы мүмкін, когда бір бастаушы кезде адам өзінің нишасын іздеп жатқан кезде, или біреулер болған мен естіген мықты доллары миллионер кәсіпкерлердің аузынан естіген, что бір уақыттар банкрот болған кезде әйеліне айтпай, жаңа таксовкамен айналысқан, джиппен да. То есть, конечно, бұның бәрі не үшін айтатын, сұрағыңа келетін болсақ, қазір бізде Яндекс бар, более-менее адамдарға, жалпы таксисттерге жақсы ғой, бірақ та осы Америкада бар Uber мысалы компаниясына адамдар таксовать етіп 4-5 мың доллар табады да Америкада. Сонымен күн көретіндер бар. Если былай қарасаң, Америкаға жұмыс істеуге баратындар бар ғой, примерно сол Uberмен ақ табады. И Яндекспен де риза болып жүргендер бар бізде. Дұрыс па? В целом таксовать етуде бір кәсіптің түрі, сіз ешбірнеге тәуелділік жоқ. Сіз жаңағы қалаған уақытыңызда барасыз, клиентпен жұмыс істеу керек, клиентті риза қылу керек, уақытылы, мысалға услуганы уақытылы орындау керек, яғни уақытылы бару, онымен саудаласасың, или там сонда әртүрлі нелер бар, бизнестің кейбір көптеген нелері бар да, ішіндегі оттенктары. Сондықтан өз-өзіне жұмыс істегеннен кейін, бұл анау өз-өзіне, жалпы бизнес болып есептелмейді, өз-өзіне жұмыс істеу болып есептеледі. Кішігірім кәсіпкерліктің басы. Но бірақ бұл бизнес емес. Бастаушы вообще ешқандай вариант жоқ болса, астында машина тұрса, үйде құр жатқаннан гөрі, осындай нәрсе, ол более-менее сен барып, кейбіреулер на постоянном основе спокойно, мен иногда Яндекске мінесің ғой,
Камримен, кәсіби шалбармен, кәдімгідей өзін таксистпін деп қарап отқан ол жоқ. Ол, онда зачем? Инвестиция жайлы сөйлесіп қалдық та. Мен таксист айтады, мен шөтімде бір жинаған 1-2 миллион ақша бар еді. Қайда құйсам болады, вообще қанша пайыз түседі? Айына примерно 2 мен 5% арасында дивиденд алуға болады дедім, құйған ақшаңыз. Онда лучше саудамен айналысқан жоқсыз, базардан алып, бір нәрсені сатып алып, бір жерге сатқан жақсы, сол намного тиімдірек дейді. Адам мышлениесі вообще басқа. То есть адам қалай қарағанына да байланысты. Кстати, мысалға, біреу өзіне таксистпін, мен неудачникпін деп қарайды. Біреу айтады, мен крутоймын, мен өз-өзіме жұмыс істеп жатырмын деп қарайды. Кез келген ситуацияда адам өзіне қалай қарағаны маңыздырақ та. Біреудің сен туралы мнениесі қатты қызықтырмау керек та. Но дегенмен бизнес емес. Таксовать етеді, бизнес емес. Тем более қазіргі дүниежінде қазір такси несі өзгерді. Дүниежіндегі такси бизнес модель өзгерді. Мысалы қазір Яндекс, Uber компаниялары уже сол арқылы адамдар бұрындағыдай yellow такси, сары таксилер жоқ, тұрып тұрмайсың. Қазір уже сол система арқылы, ол платформа арқылы бір-біріне клиент табады, дұрыс па? Но по сути уже Америкада мысалға кейбір мемлекеттерде сөйлесіп жатыр, что мысалы машина айдаған адам официально Uberге уже тіркелу керек дейді. Ол деген сөз со временем Uber'дің, былайша айтқанда, ходячий сотруднигі болып кеткен Uber компаниясы. И соответственно здесь тоже Яндекстің, былайша айтқанда, аутсорсинговый командасының ішінде да қазіргі модельде. Түсінікті ғой, то есть ол жерде келісіледі, процент болады. Но дегенмен бұл бизнес емес, а бизнес дегеніміз бұл жүйе, яғни командамен болатын нәрсе. Сен өзің егерде дәл осы тыңдармандар егерде қазір кішігірім бір кәсіп ашқан болса, бәрін өзі істеп жатқан болса, бұл бизнес емес, бұл кәсіпкерлік, бірақ әлі бизнес емес. Бизнесте команда болу керек, жүйе, кәдімгідей четкий планы болу керек, айына қанша продажа болады и так далее. То есть адам барлық нәрсені мен, тука айтпақшы, мен өзім жалғыз деген сөз бар ғой. Үшеуім, біреу доставщик, біреу клиент, сондай бар шығар сіздерде. Клиентті қабылдайды, өзі сатады, өзі клиентке сөйлеседі, орындайды, жетеді, барып жеткізіп береді. Бұл бизнес емес, бұл кәсіпкерлік. Бизнес болу үшін команда алып бастау керек. Егер әлі де өзіңіз жалғыз істеп жатқан болсаңыз, сіз команда алып бастаңыз. Хотя бы бір көмекшіден бастаңыз, көмекші алып бастаңыз. Сіздің қырғын уақытыңызды үнемдейтін болады. Сіздің былайша айтқанда қазіргі бизнесіңізден қанша ақша тапсаңыз да, сіз былайша айтқанда бағанағы таксисттен айырмашылығыңыз жоқ, өйткені бағана таксистті бәрін өзі қабылдап жатыр. По сути сондай. Көрермендер басқаша түсіну мүмкін да, бүгінгі, значит, такси болып жүре беру керек. Мен соны қорытындылай кетейін. То что мен бұл жерде айтайын дегенім, таксист болу керек деген нәрсе емес. Наоборот, ол временный, андай бір худший ситуация болады ғой, бір ең қиын. Сондай кезде временно, былайша айтқанда, бос жүрмеу үшін. А так қазір таксовать етіп жүрген болса, или енді таксовать етіп, нежелательно. То есть тек ол кәсіпкерлік болғанмен, то есть долгосрочный бір не желать. То есть мен рекомендовать ете алмаймын. То есть рекомендовать ететін кәсіпкерлік емес, лучше оның былай қарағанда уақытыңды ғана сатасың, жерде уақытыңды ғана сатасың, и определенный неден рыноктан асып түсе алмайсың. И оның түрлері көп, конечно, біреу лимузин айдайтындар бар, сөйтіп баяғандар бар, мысалға. Ол да бір нені тұр ғой, бірақ таксовка емес. Бірақ в целом мен не рекомендую. Наоборот, стремиться ету керек, қандай қабілеттері бар, бойында қандай плюстары бар, соны, может, опыты бар, который дұрыс саталмаған, может, өзінің самооценкасы төмен шығар, может, бірақ та постоянно, на постоянной основада жүрмеу керек. Өйткені неге? Будущем, қазір уже шығып жатыр, Tesla, Apple қолға алып жатыр, и Uber компаниялар қолға алып жатыр. Машиналар дальнейшем алдағы 5 жылдың ішінде, Қазақстанға бір 10 жылда жететін шығар. Онда пока таксовать ете тұрамын деген нәрсе емес. Дальнейшем водительдер болмайды, короче. Даже не бар, фура айдайтындар, олар да жұмыссыз қалады. Машина өзі келеді, сен өзі апарып тастайды. Искусственный интеллект өзі жүреді. Так что бұл ни в коем случае мен рекомендовать ететін сала емес, так что қазірден бастап әрекет жасау керек.
Жауабыңызға үлкен рахмет, Рахат мырза. Мен де көрермендерге айта кетейін, сол үшін де ең құрмағанда егер сіздің көлігіңіз болса, таксист болып ақша тапсаңыз болады. Кәсіпкер боласыз, бірақ ол бизнес емес. Рахат мырза, негізінде көпшілікке адамның жеке өмірі маңызды, иә? Мысалы, сіздің өзіңіздің аудиторияңыз осы бизнес аудиториясына, сізді көретін, тыңдайтын, курстарыңызды тыңдайтын адамға сіздің жеке өміріңізде қызық болуы мүмкін. Олай болса, сіз өзіңіздің жарыңызбен, Әйгерім ханыммен қалай таныстыңыз, сол туралы айтып кететін болсаңыз. Қалай танысқанда, мен өзім ол кезде Америкада оқып жаттым. И жазда бір күні бір туысқан көкеміз ауырып жатты. Сөйтіп мамам екеуміз бірге бардық та. Сол сол кісіні жаңағы ауырып жатқанына көңіл айтып, қал жағдайын біліп, сол кісі үйіне бардық. Жағдайын біліп қайтуға. И сол жерде біз мамам екеуміз отқан кезде бір қыз бізге былайша айтқанда бір қыз шай әкелді. И сол мен бүгінгі жарым. Қалай білдіңіз, ол сіздің жарыңыз болады. Сол жерде мен бір қараған кезде андай спичка болады ғой, ол суретке түскен кезде фучка да сондай бір спичка болды. Бірақ та маған ойыма келген жоқ, ол вообще қалай болады, ол пары бола ма, ол вообще болады ғой, бір когда бір сұлу келіншекті көргенде бір қол жетпес бір арман, бұл нереально деген сияқты ше. 2010 ол кезде студент деп, болмайды деп, просто сразу ойды сразу кесіп тастайсың ғой жерде, болмайды деп. И уақыт өте келе былайша айтқанда мен ұзақ дайындалдым үйленуге. Әртүрлі варианттар іздеп, заочно, очно былайша айтқанда. Заочно дегенде қалай? Қандай мағынада, в смысле асықпай жаңағы кәдімгідей кірісіп деген мағынада ғой. И уақыт өте келе бұл более актуальный болды да, үйлену темасы. И 2 жылдан кейін, когда оқу жүріп, оқу аяқталуға 1 жыл қалғанда, үйлену темасы более актуальный бола бастады. Айтпеңіздер, орысша, қазақша білесіз ғой, енді не батырық деп па, тәуелсіздігімізді алғанымызға қанша жыл болды деп па. Иногда солай орысша нелер кетеді. Более актуальный болған кезде біз не істедік, мамам екеуміз сондай, осы жаз болды, біз железно варианттар қараймыз, и бір вариант таңдаймыз да. И сол жазда біз жаз тез өтіп кетті, онша көп вариантты қараған жоқпыз. И давайте сол баяғы бір қызды көрейік, может күйеуге тиіп кеткен шығар, может жігіті бар шығар, белгісіз болды. И жаңағы нақтылап баяғы біз барған, ол уже ана кісі дүниеден өтіп кеткен, біз барған кісі. И сол кісінің әпкесінің үйі, былайша айтқанда. Сол кісіге звондастық, сөйлестік, оказывается, Құдайға шүкір, жігіті жоқ екен, күйеуге шықпаған. Но бірақ менен 1 жас үлкен екен. В принципе, ладно, пойдет деп. 1 жас. Я. Сразу резко ертесіне кездесу ұйымдастырып, оның да хабар жоқ, ол как раз сол кісінің сол үйдегі менің қарындасым есептеліп, бұл дәл туысқан ғой, былайша айтқанда. Сол үйдің қызы менің қарындасым есептеліп, екеуі бірге бір жерде жұмыс істеп жатыр екен. И как раз түскі обедке үйге келеді. И мен как раз сол моментке шақыратын болды да. В общем, идеально ешкім байқамайды, мен как будто туысқан үйге келдім, и шай ішіп отырып кішкім іштегене. И сол жерде танысып бастадық. Бірақ мынау момент өте маңызды. Сол үйге келген кезде мен звоноқты бастым. И ойландым мен так, не үшін келдім мен? 2 жыл өтті, қандай тұрғандай еді, мен вообще есімнен шығып кеткен да. Есімде емес. Бірақ ол білік есімде да, примерно. И есікті жаңағы әлгі қыз ашқан кезде, и сол кезде түсіндім не үшін келген. Осы адам. Ал сен оригиналсың деп. В общем, түсіндім сол моментте, түсінікті болды не үшін келген. Болды, шай беріп, қайсыдан қолымда кітап бар, жаңағы не бар ғой, Граф Монте-Кристо деген кітап оқып жүргем как раз. Сол Аралда как раз тоже неге. И сол моментте, в общем, шай, сол жер танысып, как раз қарындасым білет, хабар, сонымен бүкіл запланированы бір кезде мегаға баратын болдық, анаяққа барып, сонымен жайменде, в общем, мен сонда бір аптаның ішінде араласып, әңгімелесіп, танысып кеттік. И ары қарай уже дальше пошло
Қазір енді қасыңыздағы жарыңыз, балаларыңыз бар. Қазір 4 бала шағамыз бар. Конечно, мен үлкен риск жасадым жар таңдаған кезде. Мен просто алдым да болды. Шешім қабылдадым да. Менде негізі как раз болашақ кәсіпкерлерге, қазір кәсіпкерлерге жақсы бір қасиет. Шешім қабылдау ғой. Түсінесің, болды осы. Үлкен риск та бір жағынан, бірақ тез шешім қабылдау бір жағынан. Иногда вот бар ғой, қазір жастар бар, сіздердің араларыңызда да бар шығар. Әлі үйленбей жүрген, нормальный қыз жоқ дейді, немесе нормальный жігіт жоқ дейді. Бірақ кейінге қалдырып жатыр. Бірақ уақытылы тоқтай білу керек. Осыдан кеңесім да, инсайт, уақытылы тоқтай білу керек. Конечно, рискованно, но бірақ зерттейсің, үлкен риск жасадым мен. Оказывается, кейіннен қарасам мен, егер де мен қазір жасында болса, мен бірден риск қалай болады, ойлану мүмкін еді. Үлкен риск жасам, бірақ мне повезло. То есть именно жармен, Құдайға шүкір, жар жағынан өте дұрыс таңдау жасалған. А өте рискованный, өйткені бизнесте ниша таңдасаң, қателессең өзгерте саласың. Мына жерде сен қателесіп өзгерту оңай емес, ортада бала шағаң бар, не бар. И так что өте рискованный нәрсе. Но бірақ вовремя решение қабылдай білу керек. Негізінде өте жақсы, бұл көпшілікке, яғни бастауыш кәсіпкерлерге өте жақсы инсайт деп ойлаймын. Сол үшін де жар таңдаудан ешқашан қателеспеңіздер. Ниша таңдаудан қателессеңіздер де, жар таңдаудан ешқашан қателеспеңіздер. Бүгінгі біздің айдарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар, бірақ келесіде бұдан да қызықты сұрақтар болады. Біздің каналға жазылып кетіңіздер, лайк басыңыздар міндетті түрде, және де пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.